Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 4-ші сынып қазақ тілі сабағы. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 9-шы сабақ. Табиғат ғажайыптары, буын үндестігі. Дереккөздерден қажет ақпараттарды табуды үйренемін. 38-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Қазақстан қорықтары. Барса келмес қорығы 1939 жылы құрылған. Қорықтың негізгі өсімдігі сексеуіл. Онда жусан, жыңғыл және басқа өсімдіктер өседі. Қорықта құлан, қарақұйрық, ақбөкен мекендейді. Құстардан дала бүркіті, ителгі, шағала, жылқышы, қаз, кішкене бозторғайларды көруге болады. Марқакөл қорығы 1946 жылы құрылған. Ол қорық оңтүстік Алтай тауларының шыршалы, самырсынды, бал-қарағайлы ормандары мен Марқакөл табиғатын қорғауға арналған. Онда марал, елік, жыртқыштардан сілеусін, қасқыр, сондай-ақ құндыз тіршілік етеді. Өсімдіктерге де өте бай. Мұнда меңіреқұр, тиін, Алтай тауларында Алтай ұлары, тұщысу көлдерінде аққулар мекендейді. Алакөл қорығы 1998 жылы құрылған. Еліміздегі ең терең көл Алакөлдің сұлу табиғаты осы қорықтың құрамында. Ол сазан, жайын және басқа балықтарға өте қолайлы мекен. Алакөл қорығы өсімдіктерге де бай. Құстардан кекілік, қырғауыл, бірқазан, шағала, аңдардан борсық, барыс, аю тағы басқа жануарлар мекендейді. Сонымен бірге қасқыр, түлкі, қарсақты көптеп кездестіруге болады. Қазақстанның қорықтары мен ұлттық бақтары кітабынан. Мәтіндегі деректерді пайдаланып, кестені толтыр. Барса келмес қорығының жер аумағы 160.826 гектар екен. Жануарлары құлан, ақбөкен, қарақұйрық, өсімдіктері сексеуіл, жусан, жыңғыл, құстары дала бүркіті, ителгі, шағала, жылқышы, қаз, бозторғай екен. Марқакөл қорығының жер аумағы 102.979 гектар екен. Жануарлары марал, елік, сілеусін, қасқыр, құндыз, тиін екен. Өсімдіктері шырша, самырсын, балқарағай. Құстары аққу екен. Келесі бізде Алакөл қорығы жер аумағы 65.217,9 гектар. Борсық, барыс, аю, яғни жануарлары, өсімдіктері 270-тен аса өсімдік екен. Құстары кекілік, қырғауыл, бірқазан, шағала. Қорықтар аумағы бөлігіне қажет деректерді түрлі дереккөздерден тауып көр. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жаз. Бұл сөздер буын үндестігіне сәйкес келе ме? Себебін дәлелде. Буын үндестігіне сәйкес келмейтін тағы қандай сөздер білесің? 38-ші жаттығу бойынша балалар мәтіндегі қарамен жазылған сөздерді теріп жаз. Бұл сөздер буын үндестігіне сәйкес келе ме? Себебін дәлелде деп тұр, балалар. Яғни мәтіндегі қарамен жазылған сөздер балалар барса келмес, Марқакөл, бірқазан, Алакөл екен. Бұл сөздер буын үндестігіне бағынып тұрған жоқ, яғни сәйкес келмейді. Себебі бұл сөздерде балалар жуан және жіңішке дауысты дыбыстар бар екен. Яғни барса келместе жуан дыбыста бар екен, жуан дауысты дыбыста бар екен, жіңішке дауысты дыбыста бар екен, яғни араласып келген. Сол себепті буын үндестігіне сәйкес келмейді екен. Енді буын үндестігіне сәйкес келмейтін тағы қандай сөздер білесің? Буын үндестігіне сәйкес келмейтін сөздер тағы да кітап, яғни жіңішке мен жуан дыбыс келіп тұр екен, дауысты. Телефон, емхана, математика, мұғалім. Ережеге назар аударайық, балалар. Үндестік заңына сай қазақ тілінің байырғы сөздері не бірыңғай жуан, не бірыңғай жіңішке болады. Құс, елік, тағы да басқа. Жуан, жіңішке дауысты дыбыстар мынадай сөздерде араласып келеді. Бірінші, басқа тілден енген сөздерде кітап, қазір, математика, тағы да басқа. Екінші, біріккен сөздермен
Қос сөздерде баспа сөз, алакөл, аман есен, асты үсті, тағы да басқа. Келесі 39-шы жаттығу. Сөздерді қатесіз көшіріп жаз. Ақбөкен, айлакер, әсемпаз, өнерпаз, арбакеш, әуесқой, көкжал, сезімтал, еңбекқор. Енді балалар қарамен жазылған сөздерді қатыстырып сөйлем құра. Бұл сөздердің жазылуын есте сақта. Алдымен балалар осы сөздерді көшіріп жазамыз. Енді қарамен жазылған сөздерге сөйлем құрайық балалар. Бірінші, ақбөкендер Қазақстан даласында еркін жайылып жүреді. Келесі сөз бізде айлакер. Айлакер түлкі қақпаннан аман шығып кетті. Келесі сөз бізде көкжал, яғни қарамен жазылған, иә? Көкжал қасқыр түнде ауылға жақындады. Келесі сөз бізде қарамен жазылған сезімтал. Сезімтал бала ананың көңіл күйін бірден байқайды. Келесі бізде 40-шы жаттығу. Суреттерге мұқият қара. Мұнда балалар бізде тоқылдақтардың суреті берілген екен. Осы тоқылдақтардың біреуін сипаттап жаз. Тоқылдақтың түрі, түсі, пайдасы. 40-шы жаттығу. Балалар, мен бірінші суреттегі қара тоқылдақты алдым. Қара тоқылдақ орманда кездесетін ерекше құс. Оның түрі қара тоқылдақ, түсі тұтас қара, тек басында қызыл тақиясы бар. Бұл құс ағаш қабығын тұмсығымен тоқылдатып, ішіндегі құрт құмырсқаларды теріп жейді. Тоқылдақ орманға пайдалы, өйткені ол ағашты зиянды жәндіктерден қорғайды. Келесі бізде 41-ші жаттығу. Ребусты шеш. Ребустың шешуі болатын сөз буын үндестігіне сәйкес келе ме? Дәлелдеріңді бір-біріңе айтып көріңдер. 41-ші жаттығу бойынша балалар, ребустың шешуі алай-түлей. Бұл қос сөз, яғни екі буын екі түрлі, сол себепті буын үндестігіне сәйкес келмейді. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.